Бүгінгі әңгімемді мынау біздің қазақ тілін, өзінің ана тілін менсінбейтін, мұрнын шүйіріп жүріп менсінбей жүрген мынау өзіміздің низаттарға, мынау қалай айтсам болады, надандарға, сондай бір топас адамдарға арнағым келеді да. Енді бұлай айтуға тура келіп тұр, себебі талай жерден де көріп жүрміз, сондай адамдардың бар екен. Қазақ тілінде сөйлесең де бір түсінгісі келмейтін, түсінсе де айтқысы келмейтін өзіміздің бауырларымыз бар да. Мен басқа адамдарды айтып жатқан жоқпын. Солар қараңыздар, соңына дейін тыңдаңыздар. Мен Грузияда жүргенде бір таксиге отырдым. Сосын ол таксиге отырғаннан кейін ішінде жаңағы жолаушы қыз болды, ішінде грузин қыз. Солменен әңгімелесіп сөйлескен кезде мен қатты ұялдым. Бірақ білдірткен жоқпын ғой оған ұялғанымды. Ол мен ұялғанымды түсінбегенде шығар. Бірақ мен өзім іштей мә деп таңғалып шок болдым. Себебі біздер енді танысқанда, сөйлескенде енді бірінші өзіміз хал жағдайымызды сұрап, танысып, білісіп, солай араласып сөйлесіп кеттік. Жол кішкене бір ұзақтау болды, 2 сағаттықтай жер. Бір ауылдан Грузиядағы Тбилисиге келе жатқан, Грузиядағы бір ауылдан Тбилиси қаласына арта келе жатқан болатын. Сонда ол қыз не деді дейсіздер ғой. Содан ол менің қазақ екенімді біліп, енді көріп тұр ғой түрімнен де, мә деп қатты қуанып, жаңағыдай сондай бір қалай айтсам болады, бір ұлтқа деген құрметін сезіндім да. Сол қыздың бір сол кездегі жаңағы несіне, реакциясынан. Сонда не деді дейсіз? Ол қыз айтады, қазақ тілі қазір трендте ғой дейді да. Сосын мен аң-таң болдым. Аң-таң болып, енді білдірткен жоқпын шамамша. Аң-таң болып, мә ол қалай дедім да. Сосын ол қыз айтады, қазір дейді ютубта, тиктокта, ютубта көбіне қараймыз дейді, қазақ тілді сериалдарды қараймыз, қазақ тілді ақпараттарды қараймыз дейді да. Сіз қарайсыз ба десем, оны бірақ сіз түсінесіз бе? Қазір мен қазақ сөйлесем түсінесіз бе деймін ғой. Жоқ, мен түсінбесем де соны қараймын, жаңағы субтитрлық аудармалар болады ғой астында. Яғни айтқан жазуменен шығып тұрады ютубта. Сол арқылы мен түсініп қараймын дейді, түсінуге тырысамын дейді да барынша. Енді неге деймін, ол қалай сонда сен десем, жоқ, сіз білесіз бе, қазақ тілі қазір модада дейді. Ал керек болса, ал сіз қарайсыз, тағы да жастар бар ма қарайтын десем, я дейді. Жастар қазір басқа ұлттың жастардың көбі қазақ тілін түсінуге тырысады дейді. Қазақ тілін үйренуге тырысады дейді да. Мә деп атым. Сосын бір жағынан ұялдым, бір жағынан қуандым. Енді ұялған себебім, бізде сондай манағы айтқандай бір жаңағыдай адамдар бар ғой, бір мәңгүрттер, өзінің ана тілін білгісі келмейтін, үйренгісі келмейтін, біле тұра сөйлегісі келмейтін, тіпті бір ауыз сөзді де білмейтін өзіміздің мәңгүрт бастар бар, шынын айтқанда. Енді мен оны жеке біреудің басына тиісіп айтып жатқан жоқпын. Жалпылама айтқанда кездеседі. Ол барлық жерде де бар болар. Ұялған себебім сол. Шынымен де қазақ тілін сөйлеуге ұялады ғой адамдар. Бар ғой ондайлар. Шын ғой. Қараңызшы, бір елдің адамдары біздің қазақ тілімізді үйренуге, сөйлеуге тырысып жүр. Тіпті жаңағыдай киноларды қарау арқылы. Ал бізде соны сөйлеуге ұялатынымыз қаншалықты дұрыс. Тіпті керек болса бар ғой, ол қыз айтады маған, қазақ тілі маған әдемі естіледі дейді, жағымды естіледі дейді, үйрену оңай дейді. Мә деп мен таңғалып жатырмын да сол кезде. Біз сол өзіміздің әдемі, бай тілімізді кейде менсінбейміз, кейде тіпті оны сөйлегісі келмейтінде адамдар бар екен. Шындық ол, қайта-қайта айта беріп не керек? Бұл нәрсені неге айтып жатырмын? Қараңыздар, бір нәрсені сырттан көргенде немесе басқа біреу айтқан кезде бағалайсың ғой, мысалға осы грузин қызы туралы айналайын дегім келеді ол қызға. Осы айналайын грузин қызы мысалға қазақ тілі, мысалға ол жаңа бір белес, жаңа бір қол жеткізу болып солай болып тұр ғой енді, үйреніп жатқанына қарағанда. Мінекей, бұдан кейін
біз өзімізді құрметтемесек, тілімізді құрметтемесек, осындай тренд кезінде басқа елдің жастары үйреніп жатқан кезде біз оларға үлгі болмасақ, өзіміз қазақ тілімізді мақтаныш ретінде көтеріп, өзіміз бір-бірімізбен таза қазақ тілінде сөйлеспесек, онда бұл жай бір пух етіп атылған тренд болып қалады. Сондықтан біз осыны әрқайда қолдап дамытып кетуіміз керек. Сосын мен артынан ойландым. Бұл шынымен де ғажап нәрсе екен. Бұл басқа елдің жастарына қазақ тілін үйрену неге мәжбүрлі түрде болып жатыр? Неге олар аяқ астынан осылай қызығушылық танытып жатыр деген кейін артынан маған ой келді. Қазір ойымды сосын айтайын, басқа бар ой келіп қалып тұр. Осы ретте айта кетейінші. Жаңағы қыздың мені қазақ ретінде, мені қуаныш ретінде емес, мені қазақ ретінде құрметтегеніне мен сондай қуанышты болдым. Тіпті ол сондай құрметтеген соншалық, аға алдына отырыңыз деп жаңағы келе жатқан таксиміздің алдына отырғызды құрметті. Одан кейін келетін жерімізге, жаңа Тбилиси қаласына жеткеннен кейін енді басқа ел, басқа мемлекет қой, тілдерінде түсінбейміз. Ол жақта орысша көп сөйлемейді. Тілдерінде түсінбейміз. Аға, орысша айтып жатыр маған, аға жүріңіз, мен сізді жаңағы баратын жеріңізге, отыратын жеріңіздегі жаңағы аялдамаға дейін апарып тастайын, сол жерде мінгізіп жіберейін деп, мен соңына дейін барып мінгізіп жіберді. Ал мінекей көрдіңіздер ме, қазаққа деген құрметті, осы құрметті біздер ұстап қалуымыз керек. Ағайындар, жалынамын сіздерге, осы құрметті біздер ұстап, осы трендті біз пайдаланып қалуымыз керек. Осындай кезде біз мынау біздің мемлекеттегі басшыларымызда осыны бір насихаттап жіберу керек те қазақ тілін. Біз халқымыз сол жаңа мемлекеттегі басшылардың сондай насихаттауды жасап жатқан кезде біздерде қолдау білдіруіміз жіберуіміз керек халық болып. Вот сонда біздің тіліміз әрқайда дамып шарықтайтын болады. Жаңа айтайын деген неге осы жастар жаңа қазақ тілін нетуге, үйренуге құштар болды, соған мәжбүр болды деген сұрақты өз-өзіме қойдым. Мана мен шығарып тастағаннан кейін ойланып келе жатырмын. Ол былай екен. Айналайын, біздің Димаш Құдайберген бар ғой. Сол Димаш Құдайбергеннің үлесі бұл жерде өте үлкен, зор. Оны біз ел болып мақтан тұтуымыз керек. Оны біз осындай бүткіл әлемге танытқан үшін біз оны құрметтеуіміз керек. Міне көрдіңіздер ме? Сонда жаңағы жастар біздің Димашты түсіну үшін қазақ тілін үйреніп жатыр екен ғой. Мен солай түсіндім. Ал сіздер қалай түсіндіңіздер, қалай ойлайсыздар? Сіздер де ойланып қарасаңыздар, бір басқаша бір ойлар келіп жатса, немесе солай ма? Мен айтып отқан дұрыс па, дұрыс емес па? Сіздердің де пікірлеріңіз маңызды. Оны да айта кетіңіздер. Меніңше солай. Жаңағы Димаш баламыздың арқасында бірінші Алла әрине сол Димашты түсіну үшін үйреніп жатыр деп ойлаймын.